Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Ер адамдар үлкен істерді бастайды. Жан-жақтан ғаламның кеңдігін, сананың шексіз екенін, енді ешқандай шектеудің жоқ екенін ашық айтып, өздерінің мысалында басқаларды да оята бастайды. Осылайша ерлер мен әйелдер бірдей биіктіктерді бағындырады. Бұл биіктік тек руханиятта емес, барлық салада да көрініс табады. Ғылымда, өнерде, технологияда, қоғамда. Ғаламда біреу биік, біреу төмен деген түсінік жоқ. Бәрі тең, бәрі өз орнында. Әйел мен ер адам бірін-бірі толықтыратын, үстемдікті бірге құратын қос күш. Олар жарыспайды, бірігіп жаңа шындықты тудырады. Ер адамдардың табиғи болмысы нақтылық пен жылдамдық. Олар шешімді ұзақ ойлап созып жүрмейді. Ми құрылымы логикаға берік негізделгендіктен олар нақты бағытты тез анықтап, іске бірден кіріседі. Олардың басты ерекшелігі іс-әрекетті созбай, миссиясын тікелей бастай беруінде. Көптеген ер адамдар бір сәтте ішімдікті, зиянды әдеттерді тастап, өз бойындағы текті қасиеттерін мойындап, ата-баба рухын тазалап, ғаламдық деңгейдегі істерге бет бұрады. Олар енді ұйқыдан оянып қана қоймай, нағыз болмысымен әрекет етеді. Көк ашылып, жарылып, жоғарыдағы тылсым әлеммен оның мың қабат ашылуда. Адамның төбесі ауырып, дәл төбеңде көкпен бірге сана кеңістігі де жарыла бастағандай әсер береді. Тәніңіз вибрацияға түсіп, ток ұрғандай болып, эмоцияңыз бірде түйе, бірде бие күйін кешіп, ішкі жан дүниеңізді өзгертуде. Таңертең бір күйде боласыз, түсте қарай басқа, кешке және түнге қарай тағы өзгере түсесіз. Әрекетіңіз де эмоциямен бірге құбылып жатыр. Тіршілікте жасағыңыз келген нәрсе де осы ауытқуларға сай өзгере бастайды. Бұл кезең мың құбылып бір түрлену кезеңі деп аталады. Рухтың жолы дәл осындай. Сан құбылып шынайы болмысты іздеу, мысалы кеше ғана сүйіп, істеп жүрген жұмысыңыз бүгін жаныңызға ауыр тиіп, мәнсіз көрінуі мүмкін. Бұрын армандағаныңыз қазір өзге бір арманның көлеңкесінде қалды. Бір кездері қуанған дүние енді жүрегіңізді ауыртады. Бұл ішкі болмыстың түрленіп, жаңа бір деңгейге көтерілуі. Қабылдаңыз. Бұл өзгеріс жоғалту емес, жаңғыру. Ғаламдық кеңістіктен жаңа хабар. Соңғы 3 жыл тек кіріспе ғана болды. Сол уақыт бойы сендерді ояттық, дайындадық. Сана мен жүректі жаңғыртып, ішкі тылсыммен байланыс орнаттық дейді. Енді негізгі бөлім басталды. Бұл шынайы тылсыммен бетпе-бет келу кезеңі. Нағыз көру, шын түсіну, даму, өрлеу, жоғары сананың есігін ашу енді басталды. Ғалам бәрімізге былай дейді: нағыз тылсымға қош келдіңіздер, ғаламға қош келдіңіздер. Біз бәріміз сананың өрлеуінің жаңа бір кезеңіне аяқ бастық. Бұдан былай бәрі өзгеше болады. Жүрек кезеңі басталды. Енді өзімізге де, өзгелерге де көмек беру процесі жеңілдейді. Жүрек жұмсарып, мейірім арта бастайды. Адам өкпе, реніш, күнә арту сияқты ауыр сезімдерден биіктеп, олардың арғы жағындағы шынайы түсінікке, кешірімге қадам басады. Шынайы бақытты енді тек сырттан емес, өз жүрегіңізден іздейміз. Және ол бақытты да, бойымыздағы Құдай берген қасиетті де, қорыққаннан емес, шынайы жүрекпен мойындаймыз.